айтарым. Трассада жүрсең, қаланың ішінде жүрсең, қасыңа кеп бас өліміне асығып бара жатады да. Ар жақ бер жағынан шығып, енді көбісі қай райондық екенін білесіздер. Сол басып сөйтіп қасыңнан өтеді. Авариялық жағдай туғызады да кетеді. Біраздан кейін барсың, сол бәрібір алдыңда жүреді. Жігіттер, бастың не, баспадың не, Құдайдың бұйырғаны өзіңе ыңғайлы уақытта жетесің. Ол өмірдің заңдылығы. Қазақ айтады, асықпаған арбаға мініп қоянға жетеді дейді. Сондықтан өлімдеріңізге асықпаңыздар. Сенің өмірің көктейін құнсыз болса да, басқа өмірі құнды адамдарға зияндарын тигізесіңдер. Біреудің 10 баласы бар, біреудің 5 баласы бар, үйінде күтіп отқан әке-шешесі, отбасы бар. Сондықтан сен жүрген бір дал болсаң да, басқа трассада далбайсыз. Бағалы дұрыс адамдар кетіп бар жатыр. Сондықтан ортаны сыйлайық, қоғамды сыйлайық. Трассада жүрген, жалпы рөлде отырған барша жүргізушілердің отбасын ойлайық. Өзіңді ойламай-ақ қой. Өлігін кеп жүрсе, айдаладағы бір стол ба, діңгек ба, или талды ма бірдеңен соқта өле сал. Трассаға шықпа, сен біреуге зияның тигізбе. Өйткені соңғы жылдары менің таныстарымның арасында да осындай тұп-тыныш жүрген жап-жақсы адамдарға талдардың зияны тиіп, қаншама адам өмірден өтіп, қаншама жастар кетті, қаншама балашағаға жас жаңа үйленген қыз жігіттер бір-біріне зар боқап жатыр. Сондықтан андарға, қатты жүретін топастарға жібер қойындаршы. Өзін ойламаса да өзген ойласын. Ассалаумағалейкум. Жігіттер қалай, амансыңдар ма? Ауылдың ағаларысыңдар ғой, Алла разылығын берсін, сау болың жігіттер. Біз бір-бірімізді жөндей алмай кететін шығармыз өмір. Себебін айтайын. Біздер анасы маңсапқа, тойынғанға, жеке бастықты ойлап қалған жандарымыз ғой. Далнедік жарқыратып жағып батқан екінші адамның өмірі бізге қараңғы қызық емес қой. Біздің қасымызда қыз отырады, басқа отырады, екінші адам фар жағып батқан қараңғы ғой. Әркім сол дүнияға өзі ұшырамай, сол бейнетті өзі көрмей, оған қараңғыда ненің буы бар екенін білмеймін. Адами тұрғылық қой, мысалы қарап отырсаң да, өмірден алып өтейін, мынандай жағдайды бар ғой, мүлдем қысқарту керек қоныз. Санасыз емеспіз ғой бәрімізде да. Аллаға шүкір, оның артында қарайған балаша бір фар үшінде екі жанияның камыдай отағасын, басқасын қиып кету өте қиындық қой. Шірік мінезбіз ғой біздер. Ал келісімге келіп алдымызда майгыз қызметкері басқа шыққанда бар ғой, сүмірей көтіне кіріп кетеміз да. Ана шірік мінездік қой, әркімнің алдында әукейлік қой. Қолында дымда жоқ, сол мәшіннен басқа да, артына өңіліп қара, сол мәшіннен басқа дымда жоқ ана. Шірік мінездік қой біздікі да. Фар жаққанға, бүйткенге мәз болады, тақырларымыз ғой біз. Қазақтың бір-біріміз сатқан халықпыз ғой. Айтсам бәріміз де қазақпыз да. Соны біліп тұрық біздер. Алдымызда көліктің кетқанын, сонда жағдаймен кетіп, именно фарын жағып кетті. Әукелікті ана дым көрмегендік қой. Мен осындай фар салып алдым, мен жарық көрейін, бірдеме дейтін да. Алдымдағы адам құрлы көрінбейді. Ол столба сияқты да кетқан бір анасы, жансыз жан сияқты да. Одан басқа адам болмайды да. Оның сазғанын сейіміне жетеді. Ол сауатты басқа адамдар ақымақпыз да біздер. Бейшара халықпыз ғой. Назарбаевтан, Тоқаевтан көреміз да. Любой затты қарап отырып, қазақты тартқан десе, біз ренжиміз да. Сол фар жақ деген Назарбаев емес қой, дальний жақ деген мысалы, Тоқаев емес, майгыз қыткіміз, өзімізге бірген бір қортыққанда бір сыйластық, мейірім жоқ та. Қасқа болған біз өзіміз байысақ болды да. Жұртты ойламаймыз, ешкімді ойламаймыз. Бейшара халықпыз деп айтсам, ренжисің бірақтардай, ағаларды. Соның бәрін бір қолға әкелуге болады ғой өзімізге да. Бәрімізде осы бала шаға үшін жүріп қой жолда да. Біреу таксовать етіп жүр, біреу жаниясымен шаруасы. Дальний жағатта шірік болатын ойда кешегі ақша түскенше кредитке ақша алған шығармыз. Фар салып алған шығар да. Жақсы шаң, айдалада жалғыз өзің жүргені фарыңды да. Гайға атқанда жақ, гайға қарсы. Сен пьесансы, дерзкий екенсің, духовый екенсің да. Не керек анасы қарапайым халыққа оны жағып, көрсетіп анасы, оны шатат еткізіп. Қарқ қылдым деп ойлаймын екен, сода жұмаққан төріне барам деп ойлаймын екен. Жаңа ғана көз алдымда бір пешеходта өтіп бара жатқан адамды көлік қағып кете жаздады. Енді көлік қатты кетіп қалды.
бірақ Құдай сақтап қалды, дін аман. Жалпы айтпағым бұрындары, мысалы үйдің үлкендері, ауылдың үлкендері, әсіресе мектептегі ұстаздар айтып отырушы еді. Пешеходтан өтетін кезде абай болыңдар, асықпаңдар, оңға қараңдар, солға қараңдар, ешқандай қауіп жоқ па, содан кейін барып өте беріңдер деп солай құлағымызға құйып отыратын. Енді кейбір адамдар бар, пешеход менің жолым, бұл жерде не болса да менікі дұрыс деген сияқты, оңға да қарамайды, солға да қарамайды, басып өтіп кете береді да. Кейін мына көлік жүргізушілерді пешеходқа жақындатыңыздар ма, мына скоростьты сәл бәсеңдетіңіздер жылдамдықты. Адам шығып қалуы мүмкін. Көз жеткізіп барып пешеходтан өту керек. Енді осындай пешеходтың үстіне адам қалып кетіп жатқан мысалы жағдайлар да бар да. Енді әрине ол кезде көлік жүргізушісі кінәлі әрине. Ол өткізіп жіберу керек та адамды. Бірақ енді барлық нені жауапкершілікті көлік жүргізушілеріне артып қоймай, мына пешеходтан өтіп бара жатқан адамдар да өздеріне де сәл жауапкершілік алу керек та. Көз жеткізіп барып, асықпай, қатты келе жатқан көлікті өткізіп жіберіңіздер, тұрыңыздар күтіп. Содан кейін барып өтсеңіздер, барлығы дұрыс болады. Қазір білесіздер, мынау адам тасымалдаумен айналысатын альфардтарға қатысты мәселе көтеріліп жатыр ғой. Кеше ішкі істер министрлігінде парламент сағаты өтті, депутаттар біраз мәселе көтерді. Мынау әлеуметтік желіде біраз ақпаратта тарады ғой. Альфардтарды жалпы адам тасымалдаумен айналысуына шектеу қойылады деп. Енді бір жағынан дұрыс та шығар. Өйткені өзімізде жүреміз ғой, трассада анда-санда бір Астанаға барамыз, басқа қалаларға барамыз. Сол кезде жол апатына түсіп жатқандардың дені осы альфардтар. Білмеймін қайда асығатындарын, іші толған адам Алматыға тасымалдайды, Астанаға тасымалдайды. Мына жаңа Қызылорда, енді айта берсең көп аварияны жасап жатқан, көп аварияға түсіп жатқан осы альфардтар екен жасырын емес та. Білмеймін қайда асығатындарын. Кетіп бара жатасың, мына трассаның өзі шектеулі километражы болады ғой. 110, 120 мысалы. 80-мен жүретін жерден бір 100-бен өтіп кетеді. Мысалы 110-мен жүретін жерде бір 150-200-ді алып отыратындар да бар, жасырын емес та. Білмеймін қайда асығатындарын. Сонша сендер мысалы адам алып бара жатсыңдар ғой. Адам. Азық түлік емес. Сендер адам алып бара жатсыңдар. Қанша адам мысалы ажал құшып жатыр да. Оның ішінде жасы да бар, кәрісі де бар. Әйелі де бар, бала-шаға да бар. Сен ойлану керек. Трассада мүлдем асудың керегі жоқ. Кейбіреулер жаңа встречка шығып кетеді. Соқтықсады. Кейбіреу жаңа рөлде ұйықтап кетеді, қатты кетіп бара жатып. Көз ілініп кетеді, басқа да жағдайлар. Ақыры адам тасымалдайсыздар ма? Ережеге бағынып, заңға бағынып, адам тасымалдау керек. Қанша адам мысалы туысынан айырылып отыр, баласынан, жақынынан айырылып отыр ғой. Альфардты тізгіндеп отырған қаншама азаматтар да мысалы ажал құшып жатыр да. Ойланатын мәселе ғой.